жүсіпбек аймауытов. Ақ білек. Мамырбайдың ақ білегі жас түлегі деп бастау алған роман әрі қарай немен қалай жалғасады? Мен бұл романды оқығанда мынау бір ғана қазақ қызының басына өткен тағдыр ма деп таңдандым. Неге? Ақ білектің сүйгені Бекболат, бірақ ол Бекболатқа қосыла алмады. Тағдыр қоспады ма, әлде жол қоспады ма? Әрине тағдыр. Ақ білектің қатал тағдыры. Неге қосылмады деген сұрақ көкейіңізге келген болар. Ендеше айтайын. Ақ білекті орыс офицері алып қашады. Оған қазақ қызы Қарамұрт деп ат қояды. Өз отауына алып келіп ойнас қылады. Бір күні Ақбілек Қарамұрттың соғысқа кеткенін пайдаланып ауылына қашып қайтадан оралады. Ел-жұрттың сөзінен гөрі оған әкесінің суық көзқарасы өте ауыр батты. Ал анасы Ақбілекті құтқарам деп қаза тапқан еді. Енді жалғыз сенері де серігі де жеңешесі Ұрқия. Ол Әміре дейтін ағасының әйелі. Бала көтере алмай жүрген бейкүнә әйел, қамқор жеңеше. Ұрқия Бекболат екеуін кездестіреді, сөйлесіп жүреді. Енді той болуға дайындалып жүргенде Бекболат Ақбілекке үйленбейтін болады. Себебі ол Қарамұрттан жүкті еді. Елдің сөзіне қарамастан ол босанады. Босана салып оны алып кетуін тапсырады. Арада 5 жыл өтеді. Ақбілек қалаға ағасы Төлеген мен жеңгесі Мағишаның үйіне келіп сауатын ашады, оқиды, білім алады. Көзі ашық, көкірегі ояу жанға айналып, ағасы, жеңешесі үшеуі ауылға оралады. Ұрқия мен Ақбілек сыртқа шығып әңгімелесіп тұрғанда алдынан бір балаға жүгіріп шығады. Ол Ескендір. Ақбілек: жеңеше, мынау бала өзі маған ұқсайды екен деп айтады. Мүмкін оны сен туған боларсың дегенде Ақбілектің көзіне еріксіз жас келеді. Демек, Ескендір Ақбілектің тастап кеткен баласы еді. Енді міне ол өз баласы. Сөйтіп Ақбілек күйеуі Балташпен қалаға жол тартты. Айта кетейік, Балташ оның қалада танысып, Ақбілектің өткеніне қарамастан құлай сүйіп үйленген батыл жігіт.